Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге әйгілі Google компаниясының Google іздеу жүйесі және осы Google'ге қатысты барлық қызметтермен таныстыруды бастаймын. Соның ішінде бүгін сіздерге айтатыным мына Google қызметінен аккаунт ашу, яғни Google'ге тіркелу жайлы айтпақшы. Бұл Google американдық іздеу жүйесі, осы дүниежүзі бойынша номері бірінші іздеу жүйесі деп айтсақ болады. Енді бұл Google'дың қызметтері қазір өте кең. Қазір интернетті пайдаланатын кез келген қолданушы осы Google'дың қызметіне жүгінбей тұра алмайды десек болады. Қандай қызметтері бар? Ең бірінші, бұл Google'дың почталық қызметі. Мына жерде менің почтам Google'дан ашқан, яғни өте қарапайым және өте түсінікті жасалған. Сонымен бірге мына жерге назар аударатын болсаңыздар, 15 гигабайт орын береді. Кез келген тіркелушіге бұл Google 15 гигабайт орын береді. Мынау бірінші почталық қызметі. Екінші, Google компаниясына қарасты, өздеріңіз білетіндей, YouTube видеоларға арналған сайт. Яғни бұл да Google'дың меншігі. Яғни сіз Google'ге тіркелу арқылы, Google'ге аккаунт ашу арқылы осы YouTube сайтына өзіңіздің видеоңызды қоса аласыз. Бұл туралы кейінгі сабақтарымызда айтатын боламыз. Әзірге осы келесі қызметі Google'дан Google Plus деп аталады. Яғни Google'дың әлеуметтік желісі. Бұл жерде әлеуметтік желі деген өздеріңіз түсінетіндей, бізге ең танымал әлеуметтік желі Mail.ru. Сол сияқты тура Mail.ru-дағыдай бұл жерде басқалармен дос бола аласыз. Басқалармен өзіңіздің жаңалықтарыңызбен бөлісе аласыз, суреттеріңізді қоса аласыз, видеоларыңызды қоса аласыз. Яғни бір ғана аккаунтпен осы қызметтердің барлығын пайдаланасыз дейміз. Келесі бір қызметі Google'дың бұл Google Диск, яғни немесе Google Drive деп аталады. Бұл жерде сіз өзіңіздің документтеріңізді дәл мына сияқты. Міне менің документтерім бұл Google Дискте сақталған. Өздеріңіздің документтеріңізді сақтай аласыздар. Яғни жаңағы 15 гигабайт орын берілген, сол орын біткенше осы жерге документтеріңізді сақтай аласыздар. Яғни кез келген интернетке қол жетімді жерде сіз өзіңіздің Google аккаунтыңызға кіріп, осы сақтаған файлдарыңызды, құжаттарыңызды пайдалана аласыз. Келесі қызмет бұл Google'дың Google Play деген Android қосымшаларға арналған магазині. Яғни сіздің телефоныңыз Android платформасында жұмыс істейтін болса, онда осы Google'дан ашқан аккаунтыңыз арқылы осы Google Play'ге тікелей кіре аласыз. Яғни өзіңіздің Android телефоныңыз арқылы Google Play'ге кіріп, кез келген өзіңізге ұнаған қосымшаны жүктеп телефоныңызға орната аласыз. Естеріңізге сала кететін болсақ, Android бұл Google компаниясының өнімі болып саналады. Қазір өте кең қолданыста. Көптеген телефондар осы Android платформасында жұмыс істейді. Оның үстіне Samsung, LG, HTC деген танымал брендтер осы Android платформасында жұмыс істейді. Енді Google'дың бас бетіне қайта оралып, қалай аккаунт ашамыз осы Google компаниясының Google сайтынан. Сол туралы айтатын болсақ. Мінекей мынау Google'дың бас беті. Сол жерден почта деген басамыз.
почта деген батырманы басқанда бізге мінекей мына жерде жазып тұр, мына жерде один аккаунт весь мир Google деп. Бізде әзірге аккаунт жоқ. Сондықтан мына жерде создать аккаунт дегенді басамыз. Создать аккаунт. Осы жердегі мәліметтерді толтырамыз. Яғни бұрын сайттарға тіркеліп жүрген болсаңыз, бұл сізге ешқандай қиындық тудырмайды деп ойлаймыз. Мына жерге атыңызды жазамыз. Мысал үшін мен кез келген бір атты жазайын. Педагог деп жазайын. Сіз өз аты жөніңізді жазасыз әрине. Придумайте имя пользователя. Мына жерде сіздің почтаңыздың аты gmail.com, собачка.gmail.comның алдында қандай ат болуы мүмкін? Соны ойластырамыз. Бұл міндетті түрде ағылшын әріптерінен тұруы керек. Ол сізге өте түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде педагог деп жазып көрейін. Әрине, бұл ат бос емес, басқалар пайдаланып қойған. Сондықтан мен мына жерге педагог бүгінгі күнде жазып көрейін. 0702 деп жазып көрейін. Бұл педагог 0702. Сіздер бұл жерге кез келген өзіңіздің ойыңыздағы логинді жазсаңыз болады, өзіңіздің аты жөніңізге басқа қандай да бір цифр қосып деген сияқты. Әйтеуір бос болмаса, бос болса болды сол аккаунт. Мына жерде бос екен, педагог 0702 дедім. Придумайте пароль. Мына жерге мен кез келген бір өзімнің ойымдағы паролымды жаздым. Повтори. Парол қайталап жазамыз жаңа паролды. Туған күн ай күніңізді мына жерге, мысалы үшін кез келген месяц деп жазамыз. Пол көрсетеміз. Жынысымызды көрсетеміз. Мобильный телефон. Бұл жерде мобильный телефон өзіңіздің қолданыстағы мобильный телефоныңызды жазғаныңыз дұрыс. Өйткені бұл жерде егер сіз аккаунтыңыздың паролын жоғалтсаңыз, немесе басқалай бір Google-ге кірген кезде, сайтқа кіргенде қандай да қиыншылыққа ұшырасаңыз, осы телефон нөмірі арқылы, немесе мына жердегі западный адрес электронный почта, осы электронный почта арқылы қалпына келтіре аласыз. Қосымша электронный почта дейді. Мына жерде енді өзіңіздің бір запас пайдаланып жүрген басқа электрондық почтаңыз болса, соны жазып қолданыңыз дұрыс. Өйткені ол соңында сіздің жаңағыдай жоғалтып алған жағдайда қалпына келтіруге пайдасы бар. Докажите, что вы не робот дейді. Сіздің робот емес, нақ адам ретінде тіркеліп отырғаныңызды тексереді. Сондықтан мына жерде кешірім өтінемін, мына жерде сурет тұруға тиіс болған, бірақ менің браузерім ол сурет көрсетпей тұр. Сондықтан пропустите эту проверку может по телефону дейді. Яғни телефон арқылы сізден қазір тексеріп көреді. Яғни мына осы өрісті белгілесеңіз, мына белгіні қойсаңыз, қазір сіз мына далее батырмасын басқанда сіздің мына көрсеткен телефон нөміріңізге SMS келеді. Тексеру коды бар SMS келеді. Сол кодты тиісті орынға жазасыз да, ары қарай жұмысыңызды жалғастырасыз. Я принимаю условия пользователя, келісеміз. Сосын, 'Далее' батырмасын басамыз.
тексеріп жатыр. Подтвердить аккаунт дейді. Яғни телефонға бұл жерде SMS келуі тиіс. Осы телефон номерге SMS келуін қолдайсыз ба деген мағынада жазылып тұр. Продолжить батырмасын базамыз иә деп. Енді маған қазір SMS келуі тиіс. Мінекей SMS келді. Сол SMS-те жіберілген кодты мен мына жерге жазамын. 31 иә, 31 осы SMS, осы коды бар SMS маған келді жаңа номерге. Продолжить. Өте жақсы. Мінекей біздің аккаунтымыз ашылды. Міне жерде бізді құттықтап жатыр, поздравляю. Енді почтамызға кіріп көрейік. Перейти к сервис Gmail. Қазір загрузка жүріп жатыр, кішкене күтейік. Мінекей ашылу үстінде. Мінекей сіздің почтаңыз, Google-дағы почтаңыз ашылды. Аккаунтымыз мына жерде жаңағы педагог 0702 деп мен жазған болатынмын. Мына жердегі Gmail өзінен, яғни Google-дың өзінен бізге құттықтаулар келіп жатыр. 3 түрлі хат бар екен, басқа хат жоқ. Мінекей сіз өзіңіздің Google аккаунтыңызды аштыңыз деп есептейміз енді. Сізге енді мына қызметтер YouTube, Google Plus, өзінің әлеуметтік желісі, жаңағы почта, жаңағы мой диск, Google диск, сіздің интернеттегі флешкаңыз деп айтуға болады. Құжаттарыңыз сақтай аласыз осы жерде. Және Android, Google Play, Android'тың қосымшалар жүктейтін орны. Осы қызметтердің барлығы енді сізге қолжетімді. Енді сіз осы бір ғана аккаунтпен осы бірнеше қызметті пайдалана аласыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Келесіде YouTube немесе осы Google қызметтерінің бірін таныстыратын боламыз. Сау болыңыздар.